Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі видео сабағымыз сабақ үдерісіндегі оқу мен оқыту тақырыбында қарастырылмақ. Сабақтың тақырыбы бала абай. Оқу мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Романның басында оқудан оралатын Абайдың балғын көңілі мен балалық қылықтары тәлімді де, зерек баланың бойына үйлесімді баяндалады. Жас Абай алғашқыда ел істеріне қатысты, әке тапсырмасын орындаушы тыңғылықты, пайымды бала ретінде көзге түседі. Оның өзгеден ерек білмекке құштарлығын байқаған барлас ақын, болашағын барлап бата береді. Жас Абай үлкендердің сөзі мен ісін таразылай жүріп, ру арасындағы талас тартыстың да жайын бағдарлайды, әрі оған өз бағасын береді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Міне балалар, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының өзі айтып өткендей, біз тек білімге сенуіміз керек. Білімнің өзі бізге еңбекпен келеді екен. Еңбектенудің арқасында біз сондай биік шыңдарды бағындыра аламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала Абай. Кітапты ашамыз, 94-ші беттегі бала Абай тақырыбын тауып алыңыздар. Абай. Жарайсыңдар. Бірінші оқылым дағдысы. Балалар, мәтінді бөліп рет-ретмен оқып шығамыз. Қазір мен бірінші еңліктен бастаймыз. Еңлік. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Денесі де бір бойы өскен. Жарайсың. Қол аяғы ұзарған. Бұрын мұрны шолақтау болушы еді. Биыл біраз ұзарып қалыпты. Бет бейнесі баладан көрі ірілеңкіреп, бозбалалық қалпына бейімделген. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ. Толық балған емес, сыдайып арықтап, құр соғылған сияқты. Күн көрмей өскенде болған бойшаң ғана өсімдік бейнелес. Қолың қала болушы еді, бетінің қызылы да бар еді. Өте жақсы. Қазірде қаладан қайтқандық және ауру қосылғандық бар ма? Әйтеуір бозғылданған. Өте жақсы. Келесі оқушы. Так, бәріміз түгел оқып шықтық қой, Ал енді келесі тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша берілетін тапсырма. Балалар, Т кестесі бойынша мәтіннен Абайдың бұрынғы және 13 жастағы кескін келбетін ажыратып жазасыздар. Оны жазылым дағдысы бойынша дәптерге орындайсыздар. Кәне 2 минут уақыт берейін, дәптерге жазып шығыңыздар. Дайын болғаннан кейін міндетті түрде белгі береміз. Апай, мен жазып болдым. Өте жақсы, Раяна. Еңлік, жарайсың. Апай. Так, бірінші орындап болған оқушымыз Раяна. Так. Бұрын мұрны шолақтау болушы еді. Биыл біраз ұзарып қалды. Бұрын қол аяғы кішкентай болатын. Ал 13 жасқа толғанда
оның қол аяғы ұзарған. Және де оның бұрын қара болушы еді ол. Бетінің қызылдығы да бар еді. Ал қазір өзі сәл ақшылдау болып, бетінің қызылдығы жойылып кеткен. Өте жақсы. Раяна, жарайсың. Так, Жазуға бердім. Мұстафа, оқып шықшы өзің жазғаныңды. Терісі ақтау болды. Қол аяғы ұзарды және бойы да аяғымен және қолмен ұзарды. Түсі ағарды. Бет бейнесі баладан гөрі үрленген және мұрны да ұзарды. Өте жақсы. Мәтінде, яғни бала абайдың неше жастағысын кескін келбетін суреттеп берген балалар? 13 жастағы. Өте жақсы, 13 жастағы. Балалар, бұл мәтін Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясынан үзінді беріліп отыр. 1-ші томы 5-ші бөлімінен. Бұл жерде бала Абайдың зеректігі жайында да айтылып өткен. Міне осыны оқып шықсаңыздар болады. Бала Абай әжесі Зеренің алдына басын қойып, әжесінің бойы бітпейтін ертегісі мен әңгімелерін ұйып тыңдайтын болған. Әжесі әрбір ертегіні айтып бастайды екен. Бұлдыр күн екен, бұрынғыда кім өткен деп, осы өлең жолдарымен үнемі ертегіні бастап, Абайға баяндап айтып береді екен. Әжесі Еділ жайық, құла мерген жайында ертегілерді айтқан. Сонымен бірге анасы Ұлжан да сөзге шешен кісі болған. Абайға ақбатасын берген, үйінде бір ай қонақта болған ақын Барластың өзі ең алғаш рет Абайға Қобыланды батыр айтып берген. Абайға бір оңашада Барлас ақын: шырағым, ер жетерсің, ер жетсең сірә нетерсің, алысқа шырқап кетерсің, шыңдасаң шыңға жетерсің деп ақбатасын беріп, домбырасын сыйға ұсынған екен. Міне балалар, бала Абайдың өзі жастайынан өте зерек болған екен. Енді келесі тапсырма. Оқылым мәтінінен сан есімдерді бар болса тауып дәптерге жазыңыздар. Дәптерге бірінші жазып шығыңыздар. Апай, мен жазып болдым. Жарайды. Раяна, өте жақсы, еңлік. Мәтіндегі сан есім ол 13. 13, өте жақсы. Так, Айзат, Гүлзат, сан есім құрамына қарай нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді. Қандай Дара болды? сан есім және күрделі сан есімде. Өте жақсы, жарайсыңдар. Мұстафа, дара сан есім дегеніміз не? Дара сан есім сөйлемде бір сан есім болғанда дара сан есім дейді. Бір ғана сөзден болады, өте жақсы. Жанасыл, күрделі сан есім? Күрделі 2 немесе одан да көп төбелден құлалады. Өте жақсы. 2 немесе одан да көп сөздерден болады екен, Еңлік сан есімнің ережесіне тоқталып өтші. Және сан есімге мысал келтір. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, нешінші сұрақтарын жауап береді. Ол сөз табына қарай 2-ге бөлінеді. Біріншісі дара сан есім, екіншісі күрделі сан есім.
Өте жақсы балалар. Енді тапсырма, мына Т кестесі бойынша балалар дара сан есімге 3 дара сан есімді және бір жағына 3 күрделі сан есімді жазып шығыңыздаршы дәптерге. Маған соны оқып бересіздер. 3 дара сан есім және 3-еуі күрделі сан есім болатын болсын. Мәтіннен ба? Жоқ, мәтіннен емес, өздерің. Ережеге сәйкес. Т кестесі бойынша орындайсыздар. Так, дайын болған оқушы белгі береміз. Кім болды? Апаймен. Жанасыл. Апаймен аяқтап болдым. Жарайсың, Жанасыл. Дара сан есімдерді оқып шықшы. Дара сан есім 7, 40, 1. Өте жақсы. Тағы. Раяна. Дара сан есім. Апай. Дар есім Айза. 100, 25, 1-1-ден. 25 деген дара сан есім бола ма, Раяна? Апай, мен күрделі сан есімді айттым екінші. Өте жақсы, жарайсың. Так, жақсы, күрделі сан есім ал. Так, Айзат, дара сан есім, Гүлзат, күрделі сан есімді оқып берші. Дара сан есім 10, 5, 6. Жарайсың. Күрделі сан есім 156, 125. Өте жақсы. Жақсы, Мұстафа. Дара сан есім. 1109. Жақсы. Еңілік аяқтап күрделі сан есімге үшеуін. 3956, 10.000, 19.000, 100.000. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Ашық микрофон әдісі арқылы мен сіздерге сұрақ қоям. Балалар, өте мұқият тыңдаңыздар, сұраққа жауап бересіздер, тек қол көтереміз. Мәтінде қандай ақпарат берілген оқылы мәтіні бойынша? Так, Мұстафа. Абайдың 13 жасқа толған 13 жасқа толған кезінде денесіндегі өзгерістер туралы айтылады. Өте жақсы, жарайсың, Мұстафа. Келесі сұрақ. Бала Абайдың кескін келбетін көз алдарыңызға қалай елестетесіздер? Ашық микрофонды мен ұсынамын Жанасылға. Ол ақылды білімді болған, және де ол әжесінің ертегілерін сүйіп тыңдаған. Жарайсың. Раяна, микрофон сенде. Ашық микрофон Раянаға ұсынылады. Ол Абай мейірімді және де ақылды болған. Ол анасы мен әжесінен көп ертегі әңгімелер айтуын өте көп сұраған. Өте жақсы. Еңлік, кескін келбетін көз алдыңа қалай елестетесіз? Ашық микрофон сізде. Абай кішкентай кезінде басқашалау болған, өскен кезінде ерекше болған екен. Жарайсыңдар, балалар. Өте тамаша, жарайсыңдар. Балалар, сабағымның қорытындысында поэзиялық сәт. Оқушылар, яғни Абай өлеңін жатқа айтып бере аласыздар ма? Раяна, ашық микрофон сізде. Өте тамаша. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Жүрек айна көңіл бояу, сөз тыңдамас ол баяу, өз өнері түрі таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Жарайсың. Әділет басқан елер ме?
Әблет басқан елер ме, сөзге жуық келер ме, түзу сөзге сенер ме, түзелмесін білгеніз. Айтшылап, жалынып, ұққыш жансып, жабынып, ұқпай жатып жалығар, ұйқылы ояу бай күйес. Жас баладай жеңіс қой, байлаулы емес ақыл ғой, ойлағаны айтпен той, ылжың қылжан ит мінез. Жарайсың, Жанасыл. Мұстафа? Жақсыға айтсаң, жаны еріп, ұғар көңіл шын беріп, дертті ішіне ем көріп, неге алтынды десін жез. Ой тәңір айшыл кер есек, құлық сұмдық не өсек. Болмаған соң бір есеп, мейлі қамқа, мейлі бөз. Тамаша. Өте жақсы. Балалар, сабаққа кері байланыс бересіздер. Яғни қос әдісі бойынша. Бірінші, сабаққа қосамын. Қандай абай туралы өз ойларыңыз бар, міне сол жайында жазасыздар. Екінші, ұсыныс айтасыздар. Соңында үшінші, сұрақ жазасыздар. Өте жақсы, сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.